Саламатсыздар ма, оқырмандар? Қазақ тілі апталығы құтты болсын. Ерте деп басталатын қазақ ертегілері өте көп. Олай болса, сіздермен қызықты өз шығармашылығынан алынған алтын күз ертегісіне саяхат жасайық. Ал Диана, ертегілер еліне саяхат жасайық. Ертегі алтын күз. Бір күні аң патшасы арыстан ормандағы жануарлардың бәрін жинап, алтын күз деген не деп сұрайды. Арыстан айтады: Алтын күз деген не? Аю айтады: Алтын күз деген қасқыр айтады: Алтын күз деген таудағы салқын самал. жолбарыс айтады: Алтын күз деген ағаш жапырақтарының алтын түске бояу. түлкі айтады: Алтын күз деген ақ ұлпа қырлы қысқа дайындық. арыстан айтады: Ал сен неге үндемейсің, ақ қоян? Тақсыр, алтын күз деген осы айтылғандардың бәрі. Осымен ертегіміз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Және бұл 4-ші К сыныбының оқушылары болатын.